Армысыздар достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгінгі бейнеде осы аумақты жасыл кілемге айналдырғанымыз туралы көрсетемін. Бұл аумағымыздың ұзындығы 9, ені 7-20 метрде шығады, жуықтап алғанда 63 шаршы метр. Жасыл кілем деп отырғаным көгал деп отырғанымыз газон. Түсіру барысында газон деп, көгал деп айта беремін. Ал достар, жерді дайындау барысында біз бірінші аудардық, одан кейін оны тармалап алдық. Тармалағаннан кейін арам шөптерінен тазартып, түрлі ірі тастардан, керек емес заттардан тазартып алдық. Содан кейін қолдан жасалған осы тақтайшалардан құралған қолымыздағы затпенен деңгейін тегістеп шықтық. Ал арнайы бір тегістегіш құрал пайдаланған жоқпыз, аяқпен таптап шықтық, көз өлшерімен былай айтқанда. Содан кейін қи сеуіп шықтық. Келесі бейнелерде сіздерге этап-этап бойы әр күнгі түсірген бейнелер бойынша баяндап отырамын. Арнадан ажырамаңыздар. Қи сеуіп жатырмыз, негізі қайсы дұрыстап сепкісі керек. Болмайтын наны електен өткізіп себу керек. Арасында мындай тастардың бәрін қолмен жинап шықтық. Себебі жаттығу жасаймын ғой. Газонның үстінде отырамыз, жалаң аяқ жүреміз. Аяққа кіріп кетпеу керек та. Тастарды біртіндеп жинап шықтық. Сонда да өте көп қой. Ағаш, бөтелкенің сынықтары қаншама. Ой, әбден бір аптадай жүріп жинаған шығармыз. Сонда да шығатын көз аударымызды. Мінекей, кереуеттен, ескі кереуеттен сеткасын тауып алдық. Осыған қазір напылды еліктеп тіземіз. Ана шетінен бастағандарын бір шығар. Шетінен бері қарайша. Сразу пускай. Воу, видите? Қандай жақсы. Міне тамаша. Бір кекке әдейін болып түсіп жатыр. Осындай әдейін болып төгіліп жатыр. Міне достар, мынау енді соңғы мәре. Осылай бәрін тазалап, тегістеп, қоқым, тас, ірі енер түйшіктерін бәрін алып тастадық. Енді осылай бірнеше рет жүрдім, енді тағы да соңғысы. Осымен жеріміз газонды егуге дайын. Ал достар, біз қазір газон егеміз. Мына жер дайын. Қазір мен кроссовкамды кие алайын. Деп билеушіден газон егу керек. Енді кетеміз. Мінекей достар, газонның ұрығы. Бұны аз болып қалама деп ойлап тұрмын. Енді не де болса сеуіп көремін. Егер аз болып жатса, қалғанын қазір алып келемін де, сөйтіп кешкісін себем. Қазір таңға сағат 7, таңғы уақытта сеуіп тастайын. Кеттік ендеше.
мен мынандай артылып қалды. Енді сирек отырғызғанымды, әлде не отырғызғанымды жалпы себу барысында көріп шықтыңыздар. Қазір осының бетін кішкене тармалайым. Достар, мындай ауыр тармамен бір жүріп өтейін. Мақсат ұрықты жердің астына кіргізу ғой. Топырақпен араластырып. Бір жүріп өтейін, потом ұсақ тарма бар, сомен де бір жүріп өтейін. Жерді қанша майдаласақ та арасында майдаланбағандар кездесіп жатыр, көріңіздер ме? Достар, сіздерге қалай суаратыным жайлы көрсетіп жіберейін. Ал достар, міне мынау соңғы штрих. 2 лейка бар, рахмет. Қазір осы суды құйып болғаннан кейін бүгіндікке жұмыс бітеді. Көз қорқақ, қол батыр деген осы шығар, достар. Ой, қандай рахат. Керемет. Шаш жереді, ойбай үстіме. Последний штрих. Айнұрдың қуанышы. Ой, рахатной. Мен ана жаққа барып секпім кеп тұр. Мына бетіне етіп сеп қойын да. 2 аяғың тең болсын деп. Ал өсіңдер. Менің көгалым аманшылық болса, осы жердің бәрі көгал болып тұрса, сұлулық болады. Мынаны кеше сатып алған. 3000 теңге екен, 15 метрге жетеді. Бірақ
напоры ұнамай тұр. Әлде бұған насос керек пе екен? Жалпы. Я после обеда печку затопил. Взял прилег и просыпаюсь. Сначала шутково, как я есть начал. Потом проспал еще все. Зато хорошо выспал. Достар, бүгін маған табиғаттың өзі көмектесіп жатыр. Ой, қандай керемет, қараңдаршы. Құйып жатыр жақсы. Рахмет саған, табиғат. Газондар әлі шыққан жоқ, әлі шықпай жатыр. Осыдан кейін шығатын шығар деп қоям. Армысыздар, Айнұрдың саяжайының құрметті көрермендері. Бүгін мамыр айының 21-і. Үміт ақталды. Кез келген адамзатқа еңбегінің жемісін көру үлкен бір сондай керемет сезім сыйлайды. Осындай жағымды әсерде отырмын. Қазір таңғы сағат 8. 13-ші мамырда таңғы сағат 7:30-нан бастаған едім. Өздеріңіз білесіздер. Мінекей, бүгін 21-і. 8 күн толып 9-ші күнге өтіп бара жатыр. Мінекей, достар, газон енді шығып жатыр. Таздың шашындай болып әлі де шығу үстінде. Бұл қуанышты көру мен үшін өте үлкен бақыт деп айтайын. Ал енді газон егу оңай ма деген тақырыпқа келер болсақ, газон деп отырғанымыз көгал. Бірден айтайын, оңай емес. Бұл қажырлы еңбекті талап етеді. Мына пәтерде тұрып тұқым сеуіп, көкөніс тұқымдарын оны келіп ашық топыраққа отырғызып жүрген жұмыстан бұл осында бірден сеуіп, су сеуіп отырғыза салатын газон жұмысы маған қиынға түсті. Себебі күніге су құю, өздеріңіз көрдіңіздер, мен алдында су құйғышпен құйып жүрдім. Содан бұл өспейді. Мен соңғы кездері уайымдадым, бекерақ қи септім ба, бекерақ жаңағы су құйғышпен үстінен жүріп, таптап жүріп құйдым ба деген сияқты сондай уайымдар болды. Содан кейін оны түрлі әдіспен күніге суару керек. Түрлі әдіс емес, негізі шлангі болса қосып қойып суарылатын зат қой, ал бізде суды аптасына 3 рет береді. Мен былай күндері су құйғышпен құйып жүрдім, су берген күндері шлангаменен төбесіне тұрып шашыратып жүрдім. Соңғы кездері бұның үстін таптауға жүрексініп, ожауменен тұрып қолменен шашқан кездерде болды. Сондай машақаты көп жұмыс болды, бірақ дегенмен ауру, ұмытшақ ауру деген сияқты болады ғой, толғақты айтады ғой ел затында. Сол сияқты газонның шыққанын көрдім де, сол машақаттың бәрін ұмытып кеттім, достар. Мінекей, газон әлі өсу үстінде. Осымен мен сіздерге бейнемді аяқтайын. Ал келесі қадамда айтар болсақ, көгалымыз 7-9 сантиметрге дейін өседі. Содан кейін біз алғашқы күзеу жұмыстарын жасаймыз. Күзегеннен кейін мен арнайы тыңайтқыш алып қойдым, соны сеуіп шығамын. Газон қалың болып өсу үшін 10-14 күн аралығында күзеп тұру керек. Ол жұмыстарды жасау барысында сіздерге әрине видео саламын. Арнадан ажырамай мені көріп отырғандарыңызға алғыс айтамын. Сіздерде қандай да бір кеңес болса, немесе өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Әр пікірді оқып, жауап беруге тырысып отырамын. Сіздермен болған Айнұрдың саяжайы. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар.